Машқар Ғұмар бәйге. Әжесі Құлатайды әрі қарап, бері қарап, жақын жерден көре алмады. Қораға қайтып оралса, немересі Жұмабек аула ішінде жүр екен. Құлатайың үшті-күйлі жоқ, бар іздеп тауып әкел, әйтпесе итқұсқа кезігіп қалар. Итқұс дегені азуы 6 қарыс қасқыр. Бір күні мұны әжесінің өзі айтып түсіндірген. Қасқыр жеп қойса Құлатайынан бір жола айырылғаны ғой. Жұмабектің зәресі ұшты. Ол ауладан жүгіре шығып, ауыл сыртына беттеді. Ауылдан 100 қадамдай ұзаған соң су әкеле жатқан Нағима деген кішкене қыз қарсы жолықты. Нағима, Құлатайды көрдің бе? Деді Жұмабек. Жоқ, жаңа Бектасты көрдім, су ішіп арғы сайға түсіп кетті. Мен де шөлдеп кеттім ғой, әкелші суыңнан. Жұмабек су ішіп алды да әрі қарай аяңдады. Біраз жүрген соң жидек теріп қайтып келе жатқан Сәлима деген қызды кездестірді. Сәлима, Құлатайды көрдің бе? Құлатайды көргем жоқ. Сайдың ішінен Бектасты көрдім. Нағимадан су ішіпті, менен бір уыс жидек жеді, деді Сәлима. Менің де қарным ашты. Бір уыс жидек берші. Жұмабек бір уыс жидек жеп алып сайға қарай жүгірді. Өзінің досы Бектасты қуып жетті. Ол мал бағып жүрген әкесіне барғалы шыққан екен. Құлатайым жоғалды, көрген жоқсың ба, деді Жұмабек. Жоқ, жүр екеулеп іздейік, жүр. Екеуі сайдың табанына түсе беріп, аузы опырыла бастаған ескі құдыққа тап болды. Құлатай осы құдыққа түсіп кеткен шығар, деді Бектас. Екеуі қанша мүліп қарағанмен түк көре алмады. Тастай қараңғы, салқынсыз, күкірт иісі аңқиды. Бектас суға кішкене тас лақтырды. Тас суға шолп ете кеткенде бақалар бақылдап қоя берді. Құлатай жоқ екен десіп, екі бала ілгері жүріп кетті. Шоғағаштың қасынан өтіп бара жатыр еді, сауысқанның шықылықтаған естілді. Білдім, деді Бектас. Әнекей, анау жерде сауысқан шықылықтап жүр. Дәуде болса сол маңайда өлімтік бар. Соны қасқыр жеп жатыр. Сауысқан жемтікке барайын десе қасқырдан қорқады. Жүр, үйге кетейін десе, деді Жұмабек қорыққаннан көз бақырайып. Ауыл тиіп тұр, қорқатын түк жоқ, деді Бектас. Қолын бір сермеп, сауысқан шықылықтаған жаққа қарай беттеді. Жалғыз қалуға қорыққан Жұмабек оның соңынан амалсыз ерді. Әлден соң екеуінің тап алдынан бір дәу қара құс ұша жөнелді. Еңкейіп қараса, кішкене сұр көжекті жеп кеткен екен. Айтқаным келді ғой, көрдің бе, деді. Бейшарай, менің Құлатайымды да қасқыр жарып тастаған шығар, деді Жұмабек жыламсырап. Екеуі тағы ілгері жүрді. Бұлар торатқа жайдақ мінген Ертай деген жігітке кездесті. Оның әкесі жылқышы болатын. Сірә баласын бір шаруамен ауылға жұмсаса керек. Аттар өтіп бітті. Сөйтсе,
Болдырған Құлатай ең соңында бүлкілдеп келе жатыр екен. Ол иесінің қасына зорға жетті. Әбден титықтап қара терге түсіпті. Аяғын тәлтіректей басып құлап кетуге дайын тұр. Құлатай бірінші келеді деп дәмеленген Жұмабек ызадан жарылып кете жаздады. Отыра қалып жылады. Өй, сен қалып қойдың ғой, ой оңбаған-ай деп ол Құлатайды аяқтан теуіп қалды. Қой деймін, Жұмабек, аясаңшы бейшараны, деп Бектас Құлатайға көк шоқ жұлып берді. Осы кезде екеуінің қасына 80-дегі шал ауылдың ақсақалды атбегісі келді. Қой балам, жылама, өзің осындай жасық бедің. Жарысқа түскен өңшей саңлақтар, бәйге аттары. Кішкене тайдың қалып қойған ештеңе емес, деді ол Жұмабекке. Ендеше бәйгеге қосылмасын, мен оны іздеп әуре боп жүрсем. Атай Жұмабекті қолынан ұстап жерден тұрғызып алды. Сен бері қара. Құлатайыңның әлден өз бетінше бәйгеге қосылғаны жақсылықтың нышаны. Тайыңның талабы тауда екен. Ал талап жерде қалмайды. Құлатай бүгін озбаса, ертең озады. Ертең озбаса, бүрсігүн озады. Ол тұлпар болатын жануар. Енді білдің бе? Рас, Құлатайдың ауыл маңында саяқ жүргені жаман. Ертең оны жылқыға апарып қосыңдар. Жалғыздық кімге жақсы дейсің? Өзің де Бектаспен бірге жүрген жоқсың ба? Жылқы да сол сияқты, деді де Атай қос басындағы шоғырланған қалың топқа қарай аяңдады. Ал Жұмабек пен Бектас бастарын изеп, Құлатайдың қасында қала берді.